Сәлеметсіздер ма? Салтанат Нұрбике қызы каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әдеттегідей бүгін мен сіздерге қазақ тілінен 2-ші сыныптағы БЖБ-ны ұсынамын. Бұл 4-ші тоқсандағы қоршаған орта ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау. Яғни БЖБ номер 1 4-ші тоқсандағы. Ал құрметті оқырмандарым, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, колокольчикті басып қойсаңыздар, келесі видео туралы хабарлама алып тұратын боласыздар. Сөйлеу әрекетінің түрлері тыңдалым және айтылым. Оқу мақсаттары 2-1-2-1. Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздерінің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. 2-1-5-1 аудио бейне жазба мазмұны бойынша өз ойын білдіру, яғни ұнайды, ұнамайды, себебі, пайдалы деген сияқты тіркестермен өз ойын білдіру. Және 2-4-2-3 сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік ажырату. Нақтырақ айтатын болсақ, 4-ші тоқсанда осы қоршаған орта тақырыбы бойынша біз сын есім мен етістікті өттік. Бұл БЖБ-ның бағалау критерийі мынандай болады. Білім алушы мәтіннің тақырыбы мен берілген тірек сөздерге қарап, мәтіндегі оқиғаның жалғасын өз қиялымен болжап айтады. 2-ші бағалау критерийі тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіреді. 3-ші сөз таптарын ажырата алады. Нақтырақ айтатын болсақ, бұл жерде сын есім мен етістікті ажырата алады. Бұл біздің бүгінгі БЖБ-ның бағалау критерийі. Ойлау дағдыларының деңгейі, білу түсіну және қолдану, орындау уақыты 20 минут, тапсырма. Бірінші, мәтінді оқы. Әдеп сабағы. Бізде бүгін әдеп сабағы болды. Әдеп сабағынан Жандос ағай береді. Ағай үй тапсырмасына мақалдар жаттауға берді. Себебі келесі сабақта біз мақал айтыс өткіземіз деді. Байқап отырсаңыздар, мәтін аяқталған және көп нүкте тұр. Бұл көп нүкте нені білдіреді? Бұл көп нүкте балалар өздері осы әдеп сабағы деген тақырыпқа қарап, және мына жерде берілген тірек сөздер көк түспен көрсетіп қойдым. Міне осы сөздерге қарап, балалар өздері мәтінді өз қиялымен жалғастырып айту керек. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, мәтінді өз қиялымен жалғастырып көр, және оқиға әрі қалай өрбіді деп ойлайсың деп сұрақ қойдық. Енді бұл жерде бағалау критерийі, бағана видеоның басында да айтып кеткенбіз, мәтіннің тақырыбы мен берілген тірек сөздерге қарап, мәтіндегі оқиғаны өз қиялымен болжап айтады. Бұл бағалау критерийі. Дескриптор бірінші, берілген мәтінді өз қиялымен болжап жалғастырады, әңгімелейді, 1 балл. Берілген тірек сөздерді орынды қолданады, 1 балл. Екінші, мәтінді тыңда. Екінші, тыңдалымға берілген мәтіннің негізінде бізде ешқандай аудио материал жоқ. Бізге қазақ тілділерге осы бір проблема екен. Болашақта осындай тыңдалымға мәтіндер жасау ойлап жүрмін. Мен қазір осы Анардың қуанышы деген мәтінді балаларға өзім оқып беремін. Балалар бұны оқымайды. Яғни бұл тыңдалымға берілгендіктен мен оқып беремін. Анардың қуанышы. Көктем шығысымен Анар есігінің алдына гүл отырғызды. Оған күнде су құйып тұрды. Күтім жасады. Бір күні Анар әжесімен көрші ауылға кетті. Бір күн қонған соң, таңертеңінде Анар үйіндегі гүлдерін ойлады. Оларға су құю керектігі есіне түсті. Анама тапсырып кетпегенім-ай деп уайымдай бастады. Өзі барғанша гүлі солып қалады шығар деп ойлады. Әжесі екеуі 4-5 күннен соң үйге оралды. Келсе, гүлдері қуармапты, жайқалып өсіп тұр екен. Сөйтсе, анасы Анар жоқта гүлдерге су құйып, оларды күтімге алыпты. Оны көрген Анар қатты қуанды. Енді бұл жерде бұл тапсырма бойынша мен 3 балл беремін. Бағалау критерийі тыңдалған материал мазмұны бойынша өз пікірін білдіреді. Бірінші критерийіміз Анардың қуанышы мәтіні бойынша кейіпкердің бойында қандай жақсы қасиет болғанын айтады. Мына сұрақ бойынша. Анардың іс-әрекеті жайлы ойың қандай? Оның бойында қандай қасиет байқадың? Деп сұрақ қоямыз. Балалар әрқайсысы жеке-жеке келіп, бұл БЖБ-ны мен алып қойдым ғой, балалар маған жауап берді. Балалардың көбісі былай түсініп қалыпты. Ол гүлді күтім жасап жүрді да, қонаққа кетіп қалғандықтан оның іс-әрекеті дұрыс емес деп ойлады. Ал ішінде кейбір оқушылар оның бойынан, Анардың бойынан жауапкершілік, табиғатқа жанашырлық деген қасиетті байқадым деп дұрыс жауап берді. Менің де көздегенім сол болған. Келесі, есік алдына гүл отырғызу, ағаш егу жайлы өз пікіріңді айт. Ондай тірлік саған ұнайды ма, ұнамайды ма, неліктен себебін айт дейді. Ол мына бір критерий. Табиғатты қорғау, өсімдіктерді баптап өсіру әрекеті жайлы өз пікірін айтады. Бұл жерде 1 балл. Енді неліктен дегенге, неліктен саған ұнайды, немесе неліктен сол іс-әрекет саған ұнамайды дегенде, балалар себебін айтып түсіндіреді, бұған 1 балл. Сонымен Анардың қуанышы деген мәтін бойынша оқылып, балалар пікірін айтқан кезде мен оларға 3 балл беремін деп отырмын. Сонымен 15 балл болды. Келесі сурет бойынша тапсырма бердім. Мына жерде бірінші бала
жем шашып жатыр, ойнап жатыр, үшінші тамақ ішіп отыр. Енді жоғарыдағы суреттер бойынша үш қимылды білдіретін сөз жаз. Бірінші мына жерге шашты, мына жерге шашты деп жазады. Мына жерге ойнады, мысалы біреулер лақтырды деп жазыпты. Мына жерге ішті, жеді деген сөздер келеді. Енді өзің баланың өзің қалауы бойынша. Және осы сөздерге сұрақ қояды. Не істеді? Не істеді? Не істеді? Яғни осы үш сөзді тапқан кезде және оған 1 балл берем. Үш сөзге де сұрақты дұрыс қойған кезде 1 балл берем. Және етістіктің ережесін айтқанда 1 балл берем. Сонымен үшінші тапсырма бойынша 3 балл алады. Келесі төртінші тапсырма, бұл жерде 2 балл береді. Мынау тұрған суретіне қарайды да, балалар бұның қант екен, шақпақ қант екен көреді. Мына жерге дәмін білдіретін сөз жарайды. Тәтті деп жазады. Сұрағы қандай? Яғни сын есім екен табады. Мына жерде түсін білдіретін сөзді тап. Бұл қарбыз жасыл, сұрағы қандай? Сөз таптарын ажырата алады деген жаңа бағалау критерийінде бірінші сурет бойынша қимылды білдіретін сөздерді табады. Үшеуін де тапқан кезде 1 балл берем. Біреу екеуін тапса 1 балл бермеймін. Үшеуіне де сұрақты дұрыс қойған кезде 1 балл берем. Және етістіктің ережесін айтып берсе 1 балл берем. Сол сияқты мына жерде заттың дәмін білдіретін сөзді тауып оған сұрақ қойғанда 1 балл беремін. Заттың түрін түсін білдіретін сөзді тауып оған сұрақ қойған кезде 1 балл беремін. Жалпы сонымен мынандай 10 балл болады. Әдеттегідей бұл видеоны Google формаға жүктеймін да, осы видеоның астындағы описаниясында сілтемесін, ссылкасын қалдырып қоямын. Сіздер оны өздеріңізге жүктеп алып пайдалансаңыздар болады. Бұл қазақ тіліден бірінші БЖБ, номер бірінші БЖБ 4-90-дағы. Әдеттегідей менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мен сіздерге болашақта тағы да БЖБ жұмыстарын ұсынатын боламын. Қош, сау болыңыздар.